Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Данчо және достар менің қазақша выживаниямның 12-ші бөліміне қош келдіңдер достар. Достар, сіздерге үлкен рахмет. Біз 900 көрерменге жеттік, жазылушыға. Сіздерге үлкен рахмет. Енді достар, кешегіндей достар, лайк пен комментармен қолдап кетейік. Және де тіркелмеген көрермендерім болса, давайте тіркеліп қойыңыздар. Жақында 1000 көрерменді оп-оңай бағындыратын боламыз достар. Енді достар, бүгін бұл 12-ші бөлімде сіздер видеоның атынан көріп тұрсыздар достар. Видеоның атынан көріп тұрсыздар. Мен бүгін сіздерге арнайы бір нәрсе, яғни бір нәрсе салдым достар. Ол әрине көпір достар. Қараңыздаршы, міне біздің екіншілікке бір жол жасап қойдық. Осындай арт жағын көріп тұрсыздар. Міне керемет көпір жасап қойдым. Міне үй жақтан мына жерге екінші жерге апаратын осындай көпір жасап қойдық. Бұл көпірді енді өзім жасадым десем де болады. Бұл көпірге 5-6 сағат кетті. Бұл заттарды жинаудың өзі уақытты алды достар, уақытты алды. Неге 5-6 сағат десеңіздер, енді мен шамал кідіріп, шамал выживать еттім. Керек заттарды выживать етіп алдым достар. Мына жақта менде достар, қараңыздаршы, костер бар ғой, костерді мен лопата бар ғой, күрекпен өшіріп отырып, осылай жолда әп-әдемі жасап қойдым. Өте қиынға соқты. Ютубтан да былай қарадым, бірақ өте андай кішкентай көпірлер екен. Сондықтан мен өзіме үлкен көпір жасайыншы деп шамалы қарап алдым. Бірақ бұл көпірді ютубтан іздеймін деп әуре болмаңыздар. Мен бұны өзімнің ойымнан жасап міне шығардым достар. Енді мен қазір осылай көпірді ішінен былай жүріп көрсетейін. Және де достар, қазір мен көрермен тақтасын оқып кететін боламын. Мен көрермен тақтасын ешқашан ұмытпаймын. Сондықтан көрермен тақтасына қазір баратын боламыз. Сондықтан достар, осы видеоға комментарияларыңызды жазып, қолдауларыңызды жаза беріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет достар, үлкен рахмет. Мотивация жазып жатсыздар сіздер. Осындай миллионға жетіп жатсыздар, 100 мыңға сондай сандар жетіп жатсыздар. Датау миллиард деп жатсыздар. Бірақ ол санға енді асықпай жетеміз достар. Тек қана бізге шыдамдылық керек. Шыдасақ жетеміз оған. Так, бізде осындай, астында осындай затпен сәндеп қойған болатынбыз. Осылай жасап қойдым. Және шөппен кетті. Мына жерде тас, мына жерде ашатын есік. Бұл ашатын есіктің атын қалдым. Короче, осындай мен тіреп қойдым. Және шатыр шамалы. Достар, бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Достар, бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Осы видеода достар, мен комментарияға закрепить етіп қоятын боламын. Оннан баға берсеңіздер болады, 10-ға дейін баға берсеңіздер болады. Сондықтан қалай салдым достар, өзімнің ойымнан салдым. Кейбір кезде ошибкалар болды, ана жерде қате кеткен жерлері бар, бірақ қатты көрінбейді деп ойлаймын. Міне енді көпіріміз өте үлкен, және де көркін ашып тұр достар. Енді қараңыздар, мәс саған өзіме ұнап тұр, ғашық болып тұрмын өзімнің көпіріме достар. Әдемі жасалған. Енді қазір біз жолдан жасап қоятын боламыз. Оған дейін мен қазір көрермен тақтасын оқып кетейін достар. Көрермен тақтасына жаңа көрермендерді ғана енгіздім. Бұрын жазып жүрген көрермендерім болса достар, үлкен рахмет сендерге. Мен сендердің комментарияларыңды оқып отырмын, барлықтарын оқып отырмын достар. Сондықтан өзіме керекті жаңадан көрермендердің аттарын енгіздім. Тек жақсы коммент жазған көрермендерді енгіздім. Және де алдыңғыдай кешегіндей достар, тақта үлкейді. Енді бұл ең көп тақта 12-ші бөлімде болды. Енді бұйырса 20-шы или 30-шы бөлімге жеткен кезде ойбай, тақта деген көп болады деп ойлаймын. Енді достар, біз қазір көрерменіміздің аттан оқып кетеміз. Бізде Нурик Сер, Мадибекова, Ляззат деген, Данчо Сила Топ деген есімді менің фанатымда осы тақта еніпті. Красавчик, менің атым жазып кетіпті. Баха Кейзет, Жан Төре, Нұрас HD, Жанерсын Карсаков, Аруна Жокенова дейді. Керемет есімдер жазып кеткен. Нука Кейзет, Чина Let's Play, Ибо Кейзет, Мистер Лин, Мистер Бин десе де болады екен. Есін Жұмабектің бажасы дейсің ғой. Ботагөз Есмахан, Хакер FF, ойындар ойнаймын, Лого Юты, Рамазан Кейзет, Нұрасыл Әуелбек қайта жазып кетті мына жерде. Және де Сабыр Юты,
Лаза Құралбаев, соңғысы Ирак KZ. Үлкен рахмет. Ирак KZ-ге күнде комментариясын әдемі болып жазады. Бағза жоқ, красавчик болады. Так, енді бізде түн батып кетті. Тағы да осы комментар оқимын деп менде түн екінші рет батып жатыр. Қазір ұйықтап алатын боламыз. Және досы комментарияларны осылай жаза беріңдер. Сіздерде келесі видеолар енесіздер. Айтпақшы, мен жылқы асырап алдым. Мен алдында рейдтен тапқан седло. Мен седлоның біреуін құрттым. Менде екеуі тұғын. Және де менде 8 изумруд табылды. Мына жерде бір тотем. Бұл тотемді де кейін неге барған кезде, драконға барған кезде сақтап қоятын боламыз әзірге. Міне осы атпен жүрге болады. Қазір түнді ұйықтап алайық достар. Әйтпесе қазір зомби, крипер дегендер қазір көбейіп кетсе, қазір бізге қиын болады. Сондықтан қазір достар ұйықтап алайық. Ұйықтап алдық. Енді қазір тамағымызды жеп алайық. Қарнымыз ашып кетті уже. Так, бізде так. Айтпақшы, мен сіздерге бірден көрсетіп кетейін. Бір-екі көрерменім жазып кетіпті. Мына достар, қырқылған асқабақпен қырқылмаған асқабақты алайық. Және де қайшы өзімізге. Алдында біз не жасай алмай қалдық қой достар. Мен қазір көрсетейін сіздерге. Так. Блок қайықта, блок мынандай. Осындай блокты алып алайық. Так, бізге примерно 2, 3, 5 керек па? Так, 5 ма? Так, 5 аласақ өзімізге. Алдында мен голем жасаймын деген болатым еще достар, е? Голем жасаймын. Қазір голем жасап жіберейік. Мен големді пайды достар, мына жерге қоя салайын. Айтпақшы, алдында мынандай осылай істедім ғой мен големді. Осылай және де осылай қырқылмай қоя салғам достар басын. Сондықтан бір-екі көрерменім жазып кеткен болатын. Сол көрерменіміз мына асқабақты қойда, мына қайшы алып қырық деген болатын. Міне қайшымен қырқаймыз. Оппа, қырқыдық. Және де міне осындай бет әлпет шықты. Және де бізге осындай семена тыква бет осы асқабақтың дәнегін береді екен. Осы сындырып аламыз. Достар, мен бұны шәрт етпегендіктен енді көрермендерден сұраған болатын. Енді біз қазір голем жасайтын боламыз. Осыдан қайшымен қырыққаннан кейін. Енді біз голем жасадық. Бірінші голем жасауымыз бізге достижение берілді. 3 закона голем техники дейді. Міне чатта көрсеңіздер. Мен големді бірінші жасадым. Достар, құттықтап қойсаңыздар болады. Мен голем бірінші жасадым. Негізі големді мен бұрын қалай жасап едім? Негізі мен қырқылған асқабақты тапқан кезде ғана жасаған болатын. Енді біз қазір асқабақпен серуендеп қайтайық. Қазір асқабақпен серуендеп қайтайық дедім бе? Ойба, достар, мен шатасып кеттім. Мен қазір асқабақты имитерге қоя салайын. Және де мен қазір аттың орнынан босатып. Не қайда? Осы поводокты алып жүрейін өзіме. Кейін атты байлап қоятындай. Енді біз қазір атпен қыдырып қайтатын боламыз. Мына жерден өте алмаймыз, Прикиньте, достар. Секіріп өте аламыз, секіріп өте алады екенбіз. Керемет. Осылай серуендеуге болады екен. Мына жерде эндермен жүр ғой, эндермен. Эндерменнен байқау керек. Достар, мына жерде аппақ атпен қоңыр атты не істеп аламыз ба, достар? Алмастырып аламыз ба, өйткені қоңыр атпен қоңыр қандай еді, достар, аты қандай еді? Конская броня жараспай тұр, сонда ақ жылқыға жарасады. Біз қазір атпен осылай жүре аламыз, осылай. Өйткені атпен суда жүрсек, ол ат бізбен жүре алмайды. Өйткені ат суда қалып қояды, мен өзім суда жүзіп кетемін байқамай. Енді осылай жүруге болады көпірмен, мен атпен, яғни айтқан жылқымен жүруге болады. Достар, енді атты орнына апарайын. Атқа мін. Секірмей ма не? Қой. Біз бұлай барықшы. Қазір есікті ұлғайту керек бізге. Оппа. Секірсей. Секірмей ма не? База жоқ. Хоп. Ема, достар. Отандаш. Мына жерге бір шөп қоя салайын. Шөп қоя салайын осы жерге. Атқа қайтадан отырамыз. Оппа, болды. Керемет. Атты орнына қойып қояйықшы, достар. Атпен қазір серуенден кеп тұрған жоқ. Атты осылай. Міне осыған байлап қоямыз, болды заборға. Енді, достар, мен қазір жасағымаған нәрсені жасадым. Голем, тоқта. Голем. Достар, шошып кеттім ғой. Голем порталға кіріп баратыр, достар, көрдіңіздер ма?
мен шошып кеттім. Порталға кіріп кетсе достар, мен тағы да голем жасауға тура келеді. Мен оған не немді құртып кеткен жоқ, железамды. Железа уже 17 түрі ғана қалыпты мына жерде. Золотой слитокта міне 27 алтын ғана қалды. Еш жаққа кетіп қалмай голем. Кетіп қалмай, қазір көрермендер ренжиді саған. Түсіндің бе? Болды. Так, достар, енді көпір салдық. Бұл көпірді не мақсатта салғанымды білесіздер. Жалпы ар жаққа бару үшін ар жақта не бар білесіздер ғой? Ауыл бар. Ауылдан басқа да жерлерге баратын боламыз, арғы бетке бару үшін. Және де бақшаға да барып қайтатын боламыз. Егіншілік, айтпақшы егіншілігіміз полный достар, толық өсті. Енді нада так, саған трассингте де барлығы толық өсіпті. Енді трассинг фирмасын жасап қою керек достар. Оны келесі бөлімдерде асықпай жасайтын боламыз. Енді достар, келесі бөлімде порталға міндетті түрде баратын боламыз. Портал енді главный болып тұр. Көрермендерім жазып жатыр. Порталға бар. Ояқта көп нәрсе табуға болады. Оның ішінде незерит, кварц блок, тағы не бассейн жасауға саған керекті заттар бар деп айтқан болатын. Иә достар, мен оның барлығын білемін. Сондықтан оған жаймендеп асықпай баратын боламыз. Енді достар, осы видеоға міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар. Алдыңғы кешегі видеоға үлкен рахмет. Олда да актив болып жатыр. Активный болып жатсыздар. Белсенділік өте мықты. Сондықтан 1000 көрсеткіш, 1000 жазылушыға оп-оңай жетіп алатын боламыз. Сол көрсеткішті достар бұзайық достар, иә, смело бұзайық. Сондықтан достар, келесі видеоға дейін қоштаса тұрам әзірге. Көпірді салып көрсеттім. Және де баға беруді ұмытпаңыздар. Ал келесі бөлімде достар порталға бірге баратын боламыз. Ал достар, сіздермен болған мен Данчо. Ал келесі бөлімге шейін давайте аман сау болыңыздар.